Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Майра Берік қызы Талғар қаласы Юрий Гагарин атындағы мамандандырылған 8-ші лицейде бір ел, бір кітап ұжымдық акциясы өтіп жатыр. Бүгін біз танымал балалар жазушысы Бердібек Соқпақбаевтың «Өлгендер қайтып келмейді» романына талдау жасаймыз. Бізбен бірге болыңыздар, тура 5 минуттан кейін бастаймыз. Экзистенциялық, оны вакуум емес, ішінің бәрі толған құндылыққа толып тұрғаннан кейін де жазушы болған. Құндылыққа толып тұрғанның көзінде де бұл жаңағы Қарағандыдан қашып жолда ұстап алып, бұны сотқа Сібірге айдап жібереді ғой, бір жылға. Сол кезде соны жеңіп шығады, қиыншылықты мойымай алып шығады. Қиыншылықты кім мойымай алып шығады? Жаңағы Виктор Франкл айтады дейді, жаңағы соғыс кезінде концлагерь, мен ол кісінің қазір кітабын алдым. Соғыс кезінде концлагерьде кім өлмей, кім тірі қалып, кім суицидқа бармады дегенде, іші құндылыққа толған адам жаңағы өлмейді екен. Азапты, шынымен де азапты. Содан кейін не деген шыдамдылық деп мен таңғаламын. Не деген шыдамдылық, анандай шыдамды болу деген. Мен уже оқыған сайын ішіне кішкене жаңағы логотерапияның нелерін көремін. Бұл кісі қандай жерде қиындық жүрсе де қасынан кітабын тастамаған ғой. Қасынан сабақ беретін. Мен мына жақта логотерапия бойынша талдағым келіп тұр.